Енді тинши детоксынан 9 жыл көтере алмаған келіншек бір детокс өту арқылы бала көтерді. Оны 9 айдан кейін аман есен босанып алды. Енді бұл жерде ең қызығы жаңағы тинши детоксының пролонгированный жұмыс жасайтынының бірден бір дәлелі, жаңағы детокс өткеннен кейін біріншіден көтерді, екіншіден 9 ай бойы екіқабат келіншектерді анализға тексеріп отырады. Магний қаншалықты мөлшерде, себебі бала өсіп жатыр, оған қажетті микроэлементтер ананың ағзасында, қанында болу керек. Магнийдің мөлшері, кальцийдің мөлшері, витамин D-ның мөлшері, яғни өзі екіқабат кезде несі бойынша өзінің уақытымен ағзадағы қажетті микроэлементтерді тексеріп отырады. Сонда жаңағы детокстан кейін көтерген келіншекте 9 ай бойы кальцийда норма, магнийда норма, цинкта норма, то есть бүкіл анализдері норма болып 9 айдан кейін аман есен босанып баласын қолына ұстады. Бұл деген сөз, тинши детоксы кезінде ағза тек қана жаңағы қажетті жетіспей жатқан микроэлементтерді алып қана қоймайды, сонымен бірге олардың запасында ағзада түзіп үлгереді, және ол алдағы уақытта пролонгированный жұмыс жасайды, яғни ағзаға қажет уақытында қажетті жаңа жиналған микро-макроэлементтермен бөлісіп, баланың жақсы жетілуіне, кемшіліксіз жетілуіне, баланың өсуіне жаңағы қызмет жасайды.